Assalamualaikum. Assalamualaikum toyшыл қауым. Енді мен өзімді таныстырып кетейін. Мынау бүгін 300-дің басын қосылған үлкен той болып жатыр. Мен өзім мынау Найман елі, Шығыс Қазақстан, Тарбағатай елінен осы ошақта үлкен әулетке құда болғанына 10 жылға таяп қалды. Құдайға тәуба, осы ошақты елінен, ошақты қызынан өсіп, өріп, қанат жайып отырмыз. Құдайға тәуба, сол ошақтың ішіндегі менің құдам Уәлихан құда, міне алдарыңызда отыр, осы кісілермен бірге ана үлкен ақсақалымыз, құдамыз Рахан құдаға мыңда бір рахмет. Осындай үлкен әулет болып, өріп бұтақтылы өсіп өріп отырған ошақты елі жасай берсін деп тілеймін. Сонымен бірге мына құрметті құдалар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгін мынау басқан шыққан төрлеріңіз бақ берекелі болсын. 2 жасқа Құдай соның бағын берсін. Қырықтың бірі қыдыр дейді. Сол қыдыры болып үлкен әулет болсын балапандарыңыз. Енді мынау Темірхан мен Гауһарға айтарым, сіздерге балаларыңыз бақытты болып, екеуі үлкен өмірлі болсын деп тілеймін. Әрқашанда осы екеуінің қызығын көріңіздер. Бір ақын ағамыз айтады ғой, қимайды ұзатқан жақ қыз баласын, қалайша жан жүрегің сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жылымап жүрегімнің бір парасын деп. Құдағи, мінекей Темірхан құда екеуіңіз қыздарыңыз ұзатып, жол сапарын жасап жатырсыздар. Мыңда бір рахмет. Балаларыңыз бақытты болсын, 2 жас қадамдары құтты болып, әрқашанда сіздер мен құдаларға 2 жаққа жақсы, үлкен, өмірлі үлкен семья болуға тілектеспіз. Құдайға тәуба, мынау Алатаудың баурайында, Алматының төрінде үлкен дүбірлі той жасап жатсыздар. Оның бәрі сіздердің мынау ошақты елінің өскені, өңгені, ана Рахан ақсақалдың көрсеткен тәрбиесі мен өнегесі деп білеміз. Балалар бақытты болсын. Әрқашанда тілектес бола берейік. Рахмет. Бұл кісі Шығыс Қазақстаннан келіп отыр. Біздің Мейіржан ағамыздың құдасы. Солай ма? Уәлиханның есіміңіз? Табысқазы. Табысқазы. 33 жыл уақыт болып қой мына қызға жабысқалы. Екеуіміздің отау құрып табысқалы. Жеңешеміздің есімі Клара. Дүние тұрғанша құлама. Ағамның арқасынан ешкімнен еш нәрсе алақан жайып сұрама. Тек қана күліп жүріңіздер, ешқашанда жылама. Сондықтан да Найман бұл кісі, Наймандар, кеңге қанат жайғандар, берген асқа емес, пейіліне қалып тойғандар. Осы жағын ойлаңдар, бұл Наймандар. Қараңғы түсе байқаңдар дейді. Мынау сізге әжем әкелдік, немереңіз қуанып қалсын. Ал құдалардан әрмен қарап. Құдалардан. Болды ма аға? Енді ана тұрған жігіттің бәрі бажа. Мынау отырған ішінде кәрі бажа. Ортарекке шығыңыз, апа сіз де келіңіз. Ана топтың қыздардың ішінде сізден басқасын көрмей тұрмын нормально. Құдаларыңыздың 3 атадан тараған мына жерде мына тілаузын тасқа 35 бажа балдыздар келіп отыр. Бірақ ең ішіндегі үлкені ағамыз міне. Есімі Тұрғанбек. Қаңлы келмей, қан сайланбайды дейді. Рахмет. Құрметті қонақтар, мінекей жаңа құдалар, келген аяқтарыңызға гүл бітсін, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Мына күйеу бала 100 жылдық болсын деген қазақтың сөзін қайталайды. Ал енді сөздің басы бисмиллахи ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуһ. Мінекей Алланың нұры жаусын деп бастайық сөзді. Бүгінгі той менің бажам Темірханның, содан кейін мынау ұлығанның сіңлісі Гауһардың тойы. Мінекей бірінші тойы қыз ұзату тойы. Қыз ұзату тойы дүркіреп өтіп жатыр. Бәріміз де ырзамыз. Осы тойдың хабары барғаннан
тобайдың барғаннан тілегімізді тілеп отырмыз. Ал енді кімге келсе енді мынау өзі қазақшылықта айтып жатыр, мұсылманшылықта айтып жатыр, құдалықта айтып жатыр ғой. Соның ішінде мінекей кімнің руына келсе Ошақты деген Домалаған адам, Бәйдібек атадан шығып таралған. Біз оған жағында зиярат етіп барып келдік. Бәйдібек атаға, Домалаған анаға тілеп жалпы ол кісілер әр уақыттар ұры таңдамайды. Барын адамды қабылдай береді, тілей береді Аллаһтан. Мінекей сол әруақтардың яғни қамқорлығында, қорғауында, емдеуінде, тазартуында болдырады. Ал енді мынау сөздің арасында келіп қалды ғой. Мен 2003 жылы Алла бұйыртып, Алла нәсіп етіп, Мекке, Мәдинаға барып қайттым. Ол кездегі қажылыққа бару кезеңі не тұғын? Январдың 20-сынан келесі февралдың 10-на дейін кезең тұрған. Сол кезде барып қайттық. Ал енді мынау ол елді айтып отқан себебі мен бір жағы. Мынау келіп отқан құдаларымыз қожалар екен. Менің қожаларға өте қатысым, өте көп болды. Мынау кімнің Гаухардың әпкесімен менің некемді үйленгенде қиған сол Сейіт қожалармен араласып тұрдық. Ол қожаның аты жатқан жері жайлы болсын, ол кісі аты Мамыт қожа еді. Оның баласы Қалтай, одан кейінгі балдары Ният, одан кейін Нияттан кейінгі балдасы Келі деп естідім. Бірақ оны жолыққаны жоқ. Ассалаумағалейкум деп кездескен шығар. Ал енді оның бұл сөзді айтып отырғаным, мынау қожалардың да ата тегі сол Мекке, Мәдинадан шыққан. Сондықтан мынау бүгінгі күйеу болып келіп отқан баламызға, яғни сол Алла нәсіп етіп, сол ата-бабаларының шыққан, тараған жері Мекке, Мәдинаға Алла нәсіп етсін. Ал енді бүгінгі дүрілдеген той Темірхан мен Гаухардың тойы, той құтты болсын, тойға жалғаса берсін. Енді Фатамен ерге көрек, жауынмен жерге көрек деген осы тілектің бәрі бата. Осы тілектің бәрі бата. Сол Фатамен мына жастар өссін, өлсін, көбейсін, үлкен азаматтар болып өсілесін. Рәббәне тәхәббәл. Аллаху акбар. Кемпіріңіз қалмайды. Мына бажаның ең үлкеніне тойдан тобықтай ақсақал сізге сыйлығымыз бар. Және де тойда ашып берген нағашы, Уәлихан нағаш. Кім еді? Бердебай нағаш. 2 минутқа бір назар салып кетіңізші. Бағана сізге тойдың басында шапанды жауып атын кезде әлі тігіліп жатыр еді, бітпей қалды. Сол бітті. Құдай жүрістен сол маңнан барсын. Жақсылықтың ертегі жоқ, біздің пердегене тойдан тобықтай. Рахмет, жайғаса беріңіздер. Осы екі братанның беті қызарып қалып, бұзық-сұқ істеп жүрген жоқ па? Басқалардан басқаша да что-то. Атам сүйшіп алып тағы айтам дейді. Құдаға сөйлейді осы толықтың қыздар ішінде ең үлкен осы Құдай біледі деп айтайын қазір. Мен бажандардың ең үлкен болсын, сондықтан сәл өзіңді еркінсіңдер қотықпын, аты сөйлеп болсақ артық көрмеңдір бірақ. Солай ма? Ал енді Құран аяттарының ішінде, мына Құран оқығандар біледі, 2 жерінде мынандай дұға бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәнзәле-рухлаке қардан хасанан, файда-ифраху ғалар-қосып карим дейді. Ол деген сөз сыйлықта Алла еселеп сауапқа жазсын деген мағынасы. Рахмет. Әже осы тілекке ортақсыз ба? Айтасыз ба бір ауыз? Айтады, айтсын дейді, маған да тыныштық керек дейді шалымыз. Тобықтының ең үлкен қызы, есімі өзім ұл болған, құрметті құда
тойшыл қауымдар, мынау келіп жатқан құдалардың жүріс-тұрысына көзімізге ыстық көрініп жатыр айналайын. Қызымыз мынау Гүлжанат деген жақсы жерге барып жатыр деген ұғымда отырмыз. Мынау Темірхан менен мынау Гаухар бізге немере кәдімгі туған сіңліміз. Біздің отбасымызда менің бір 3 жеңгем 8-9-дан туып тастап, біз қазір 40 қыз болса, қызбыз. Қайта мына тамадаға жеңілдік, біздің атымызды атамадым. Сен біздің атымызды атағанда бүгін түстен кейін 1-2 сағат тұратын едім. Сол атамадың, білдім соны. Осы 40 қызбыз жеңгелермен мен енді рахмет айтып отырмын. Қандай қыз бар еді, қыдыр бар деген. Біздің елдің үлкен әулет, біз қыдырымыз бар. Ал жеңгелерім рахмет сендерге. Міне тойларымыз жастар бар. Атам мен әжем Алладан тек бақытты күткелі жүр. Міне ардақты ағайын, осы әулетке тек қой жуып, той жиынға келгелі жүр. Мен 40 қыз тобықтының қызын атын атасам, той тоспен емес, ата таумен біткелі тұр. Сол үшін жалпы деп шақырып алдым. Бағыңыз басыңызда, бір жапырақ шалыңыз өмір бақи қасыңызда болсын. Фарида әпкеміз Гаухар құдағиларыңыздың әпкесі. Темірхан, Гаухар тойларың құтты болсын. Нұржанат пен Саназарға Құдай бақ беріп қыдырға артарсын. Жастарға тек бақыт тілеймін. Бақыттың ішінде бәрі бар, бақ болып барған жеріне тастай батып судай сіңіп, өсіп өніп тойлы кәсіп болып жүре берейік. Аға келіңіз, аға келіңіз. Сөзді сөйлетмесем, асабатым әдірім қасында. Қалыңыз қалай? Бажасыз ғой. Екі аяқты да бажатату, жасына шекте қоймай, ол 80-де, ана 18-де болса да қалжыңда салады. Аға іні бола алады. Соның бір дәлелі құдаларыңыздың міне бажасы, Асқартау бажасы. Есімі? Мұрат. Мұрат десем, ағам менің Мұраттайсың, бақ болып бажаларға тұрақтайсың. Бүкіл жақсы жігіттерді бажа қылып, жамандарды ешқашан ұнатпайсың. Сыпайы мінезіңізге көз тастасам, мәңгіге шешілмейтін сұрақтайсың. Міне 8 қырлы бір сырлы Мұрат ағамнан тілек, красавчик, не айтатын өз біледі. Темірхан, Гаухар, мынау бүгінгі қолдарыңдағы құстарыңды өзінің қонатын жеріне қондырып атсыңдар. Құстарыңның қанаты талмай, әрқашандағы мынау өмір деген кеңістікте әрқашанда қалықтап жүре берсін. Әр жерлерде болған жерінде арқа елі болсын, оңтүстік елі болсын, мынау жетісу өңірі болсын, барлық жерлерде де әдемі, осындай әдемі қалпында сақтап, сіздердің мынау Гаухар менен Темірханның қызым дейтіндей екен ғой деп елдер тамсанатындай әдемі қыз болып, әдемі келін болып өсуге көбіміз тілектеспіз. Бұл екі жас дегеніміз енді әрқашанда бір-біріне қарап, бір-біріне деген махаббатын білдіріп жүре беру деген сөз емес. Екі жас деген семья құрған кездерде тек алға қарай өсу, барған жеріне бақыт әкелу, өздерінің еліне қуаныш әкелу деп түсінеді. Құдалар сіздердің төрге шығып отырған қадамдарыңыз құтты болсын. Әрқашанда жүрген жерлеріңіз осындай әдемі тойлар, әдемі отырыстар бола берсін. Рахмет. Мұрат аға, рахмет. Сізде Найман екесі қой. Мына кісіде Найман. Наймандар не тек қана Клара деген қыздар үйленеді. Екеуінің де әйелі Клара екен. Дегендеріңіз болсын. Ағама қосыласыз ба, апатай? Дегеніңіз болсын. Құда келіңізші, құда. Қан секілді қасқайып тұрсыз қой. Құдашамен бірге келіңіз. Мен осындай асабамын. Шыдасаңыздар, міне, шыдамасаңыздар, амал жоқ, есік ана жақта. Қараңыздар, бәрін сөйлетуге тырысам. Өйткені жас болса да именно мына жігіттің тілегі қабыл болып кетуі мүмкін ардақтағай. Сондықтан да бұл кісі осы әулеттегі ең үлкен құданың бірі. Есімі Дархан. Дархан. Ал кеңге көзілсін Архан. Ассалаумағалейкум, көрші тұқымы. Жастар бақытты болсын, құда қаласа. Темірханге Гаухар. Жастар бақытты болсын, құда қаласа. Нұржанат қызыңыз құда қаласа барған жеріне судай батып, тастай сына берсін.
бақытты болсын. Өртей берсін, көбейе берсін деп қаласа, бақытты болсын. Барлықтарыңыз жұмысты болсын. Рахмет. Мына көптің алдына бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Жаңағы айтқан құлжығаш біреуге жақсылық қылмай тыншымас. Сіздің үйдегі жеңге есімі Айгүл. Қайгүл десем Айгүлсіз ба? Қосағыңыз бен қосағарыңыз. Әрмен қарап, бажалардың үлкен және еркін ағама. Аналар шаршаған ба, қатар-қатар отырып, қатарлаштың бала бағып сол. Әрі құда, әрі бажа, еркін. Жетсайдан ба? Көңілім еркінге бөлініп тұр. Тыңдаңызшы, сіз үшін езуімнен аппақ өлім өріліп тұр. Жаңбырдай болып төгіліп тұр. Жетісайда ыстық дейді. Ыстық, оның дәлелі еркін ағам светінен көрініп тұр. Рахмет тамада Асылова. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым, қазақ елі. Той құтты болсын, бәріңізге де жұғысты болсын, осындай тойлар. Құрметті Темірхан бажам, Гаухар балдызым. Мына бірінші тойларың, алғашқы қуаныштарың, адамның бір қызығы бала деген ғой, осындай. Міне бірінші қуаныш қыздарыңды жатып, қуанышқа берелі отқан жағдайларың бар. Алла ұзағынан сүйіндіре берсін. Жаңа бір әңгімелер айтып жатып, 16 туды, 10 туды деп. Менің Гаухар балдызым бір ұл, бір қыз туды. Тылкөз тасқа мен осы Абайдың да Нұржанаттың да өмірге шіретіп келген күнінен бастап білем, қасында көп араласып көріп жүрмін. Бірақ сол бір Абай 10 ұлға, бір Нұржанат 10 қызға татитындай ақ. Тылкөз тасқа өніп өсе берсін. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Әрдайым да осындай төрде көрініңіздер. Мына жастарымыз бақытты болсын. Нұржанат жаным, бақытты болам деп барма, бақытты етем деп бар. Жолың болсын. Ардақты ағайын, бұл кісі ағамызбен бажа болып жүрді, көре келе, мына жақсы ел екенін біліп, алдын шыққан жер белден қазып, бұл кісінің мөлдір қарындас қайда? Міне мөлдір отыр. Мөлдірді бұл әулет келін қып алды, ардақты ағайын. Міне осындай бір туыстық деңгейлері бар. Жетінші келіні. Рахмет, сіздің үйдегі әпке қайда? Осында бір. Қайсысы? Мынандай жігіттің алдында тұру авторитет емес пе, неге көрінбейсіз? Міне бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ағама қосыласыз қой тілегіңізді. Тілек айтпау үшін сіздерге приз беріп қойдық біз бәрелеп. Рахмет. Әрмен қарап. Болды ма? Көгілдеріңіз толды ма? Рахмет. Естелік ретінде фотоға түсемін. Сисияпат бар ма? Гаухар жәутеңдетпей беріп кетіңіздер кейін. Бірінші суретке түсіп алайық, сонысын приз береміз. Ал, жинақталамыз. Осы бір жерден мен асабамын ғой. Киіз кімдікі білем соныкі. Қазаншы өзі білет қай жерден құлап қойса да. Асаба болғаныма 24 жыл болды. Осыдан 24 жыл алдын мен 8-ші сынып оқитын кезде бір кісіге еліктеп, сөзіне қарап, көзіне қарап, мен осы жолды таңдадым, ардақты ағайын. Өнердегі ұстазым, өнердегі нан серігім, өмірдегі жан серігім, менің осында ұстазым, ардақты ағайын. 400 мың халқы бар Мақтаарал ауданының өнерпаздарының төрағасы, отауызды орақ тілді, Құйысқаныстың тепсе темір үзетін азаматы, Тобықтының күйеу баласы, білім алдым Нұржанның партасында, бүгін тұрмын той басқарып Алматының ортасында. Мен асаба болып сөз саптап жүргенім бірінші Алла, екінші Нұржан ұстазымның арқасында деп, менің шәкірттігім қайда қалады, сізді бір ауыз сөйлетпесем. Бұл кісі сөйлеуді бәрін үйретті да, бірақ тойда қалай жепшіп, вес жинауды үйретпеген маған. Весті не аласың әлі, кеш. Осы салмақ жақсы болса. Өнері бір жарқыраған айнұрындай, өнербаз ойнақтаған тайғылындай. Менің дос бол шәкіртімді қолсап қойыңыздар, шәлмеген шеткен майғырындай да бір қосылып жүрмектер, шабалақта қойыңыздар. Өнері жолға түстің сен, өнерменен түстің сен, осы жолға да, Құдайын қуат берсін қос қолға да. Өнерпездің барына шабала құрып жатсыздар ғой, тағы да қосылға салыңыздар айналайын, дос қолға да дерма, дос қолын мен рахмет. Ал,
Мен неге сөйлемей қойым керек еді енді. Солай болғанша сүркіп жерге қысқа айтып жіберсең, Темірхан Бажа, Гаухар Балдыз, тойларың құтты болсын. Құдай қаласа қыз берсеңіз, келін алып қуаныңыз. Енді осыдан кейін үлкен беташар тойға келейік. Рахмет, тойларыңыз той болсын. Мен осы күнге жеттім, айтқаныңды ұққасындай. Мен осы дәрежеге жеттім. Бата беріп, батамен биікке шыққасындай. Кішігеткенің айғырындай деп шәкіртіне сөз сақтайды. Өзінің тұрсын қараңыздаршы, Өзбектің байлап баққан бұқасындай дегім келіп отыр. Ал бір естелік ретінде фотоға түсеміз. Ата, ана жаққа объектіге қараңыз. Тобықтыға бүгін күйе болған деп отырсыз. Кәдеке қараңыз, бір, екі, қараңыз. Сіздердің құрметтеріңізге қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, ардақты ағайын Темірхан ағамыздың, менің бүгінгі той иелерінің жерлесі, қазақтың ерке қызы, сылқым сұлу сахнаның Роза Әлқожа қыздарыңыз, ардақты ағайын, қошеметтеріңізбен той төріне. Қожалар деп жатыр. Қожалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екі жастың бақытына, қуанышына ғана куә болыңыздар. Құдалардың құрметіне әппағым деген әдемі әнмен жалғастырайық. Андырақ болған жоқ деп жатыр. Демек, андырақ жасақ ішкеніңіздер. Баршаңыздар
Розаларымыздың ізбасары Роза Әлқожа. Қожаның қылықты қызына қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет. Ой, рахмет маэстро. Бүйрек жүрген құрттың өңкет қожа тобырлап жиналып отты мына жерге. Міне, бір қошеметтеп қойыңыздар, ұйыған әулет дейіп отыр. Рахмет, бұл біздің ауылдастар екен келек. Тойларыңыз тойға болсын, осы бүгін Нұржанат ұзатуға арнайы шақырып отыр. Құдай қаласа, осы той барлық тойлардың бастамасы болсын. Амин. Ата, Роза Әлқожа әпкеміздің өмірлік жолдасы, аға бір қол көтеріп қойыңызшы. Міне, Роза әпкеміздің өмірлік жолдасы. Келіңіз бер жақында біздің қайын жұрт шақырып жатырсыз. Айдын ағамыз 3 жыл 2 қыздың әкесі ардақты қайын міне. Қожаның күйеу баласы. Ой, молодец. Еркелеп тұр бүгін үйленген дейші. Айын жұрттың ортасында. Рахмет. Ал жайғызамыз. Бұл сіздер жайша тұрыстан. Жайғызамыз. Ақсаға рахмет. Өмірлеріміз өрлі. Қалел аға. Керемет, тамаша. Қыздар отырамыз. Қайда баратырмыз? Мода көрсететін қыздар ұқсады. Ал ардықты ағайын, анда-санда сағатқа да қарап қойыңыздар. Тойдың басында келіскендей, бір-бірімізге зиянымыз тимесін деп, осы мейрамхана әкімшілігімен біз келісімшартқа отырғанбыз. Ендігі жерде мен ортаға бүгінгі Темірхан ағамның достары, әріптестері, және де Гаухар жеңгемнің әріптестері, достары, атымыз аталмады, есіміз еленбек демейсіздер, түп-түгел той төріне шақырады. Бой көрсет билеп шығамыз. Келіңіздер. Темірхан ағамның достары, әріптестері, Гаухар жеңешемнің әріптестері, сіздер де келіңіздер. Билеп шығамыз, билеп шығамыз. Сіздердің алдыларыңызда өнер көрсеткен аққу бишілер тобы деп қояқтап алды. Томпақ-томпақ аққулар бар екен ішінде. Алыстан 6 жасар баты келсе, 60-тағысы орнында, қолында, жолында береді дейді. Ардақты ағайын, киелі Құтмеген, Батыс өңірінен, Маңғыстаудан арнайы ат басын бұрып келген, мына жерде Арыстай ағам, бүгінгі Темірхан ағам досы келіп отыр. Ағамның есімі Мұқан. Және де Мизамбек аға. Алыстан, анау 3000 шақырымды соңдарыңызға тастап келіп отырсыздар. 3500 шақырымды. Мизамбек аға, Мұқан аға, осыдан бір 7 жыл алдын Ақтауға тойға бардым. Алғаш рет заказат жігіт болды. Теңізге аяғымды батырып отырып, бұл адайлардың тойын қалай бастасам деген ой туды. 4 жұмақ өлең келді мына жеріме. Арайлап таң атқан жер, қызарып күні батқан жер. Бабалар мінген сәйгүлік, сүрінбейтін ақтан кер. Аяттан бер, ақтан бер, кетпейтін басқа бақтан бер. 362 әулесі ұрпағын қолдап жатқан жері. Түркіменді төре қуып, жаңағы жоңғардың жағасын жыртқан өр тұлғалы батыстан арнайы кеп тұрған ағаларымнан тілекті ұстаз бар бұл кісі. Есімі ағаның Аюп. Иә, пайғамбарымыздың аты ғой.
аю, табы кетпесін табан тайып, ағам менің аю, сізді бірінші сөйлетпесем, маған болады айып. Ал мынау құрметті тойға келген тойшыл қауым, бүгін мынау Темірхан ағамыз бен Гаухар жеңгеміздің шаңырағындағы өміріндегі ең қуанышты, маңызды сәтіне куәгер болып, сол қуанышына ортақтасайын деп келіп отқандарыңызға рахмет. Алла тағала сіздерді сыйласын, құрметтесін дейміз. Гаухар жеңге, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Нұржанат қарындасым, барған жерде бақытты бол, әрқашанда сол барған жердегі адамдарды қуантамын деп жүргейсің. Енді мынау той басталғалы баршамыз бақыт деп сол бақыт тілеп жатырмыз. Енді сол бақыт жайында кішігірім бір-екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. Мынау бақыт деген нәрсе жалпы мұсылман жұртшылығындағы ортақ түсінігі, бұл адам өміріне кетпейтін, таймайтын, үнемі жалғасатын бір сәт деп білеміз. Енді осы баршамыздың мұсылман жұртшылығындағы сіздерімізге ортақ болған бақыт, бұл әрине Алла тағалаға деген иман, ақырет күніне деген сенім, бұл сіз бен біздің өміріміздің сәні, мәні, қуанышын келтіретін зат. Иманның ең үлкені мынау Алла тағалаға берген уәде дейді. Мынау күйеу бала Нұржанат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау өмірден қоштасар алдында соңғы сөзін сөйлеген екен, құтпалығы дейді қажылықта. Сол кезде екі нәрсені баса атап өткен. Біріншісі, сендер адаспайтын екі зат қалдырып жатырмын, Аллахтың сөзі менің сүннетім деген екен. Екінші айтқаны, мынау ер азаматтарға әйелдеріңе жақсы қараңдар деген екен. Өйткені сендер оны Алла тағаланың атынан аманат қылып алдың дейді. Сондықтан да мынау қазіргі таңда мынау қазақ жұртшылығының қоғамда бізде не дейміз, шекесі қызып тұрған бір төрт сала бар. Жаңағы психология, бала тәрбиесі, жас отбасылардың шаңырақты сақтап қалу, сонымен кәсіп бастау. Енді осы жас отбасылардың шаңырақты сақтап қалу мәселесіне пайғамбарымыз не деді? Алла тағаланың атынан аманат қылып отырсын дейді ол жарыңды. Сондықтан аманатқа қиянат жасама дейді. Енді сен не нәрсені аманат қылып отқанды білу керексің. Ер азаматтар көп жағдайда мынаны аманат қылады екен. Мен өмірімде маған жолдас болатын, мен жарғы болатын жаңағы қыз бала дейді. Ол бір ер азамат алуы мүмкін, маған оның көркі маңызды, сұлулығы маңызды, оның пысық болуы, семьямды, отбасын ұстау маңызды емес деп жаңағы жар таңдауы мүмкін. Немесе маған оның сыртқы келбеті маңызды емес, маған өмірде қиыншылықты бөлісе алатыны, отбасымды жақсы ұстап, туыс-туғандармен жақсы қарым-қатынас болатын жар болса деп талдайды екен. Дәл осыны Алла тағалаға айтып отырып аманат қылып алар екен. Бірақ жаңағы отбасын құрғаннан кейін 7-8 жыл өткеннен кейін шаршап бастайды. Не істейді? Алла тағалаға берген уәдесін ұмытады екен. Жаңағы маған сұлу керек дегені семьяның дұрыс болмауына шыдай алмауы мүмкін. Ал маған өмірдегі ауыртпашылығымды көтереді дегені, мен қателеспін, өмірде мен сұлу жар іздейді екенмін деген сияқты Құдайға берген сөзінен, аманатынан тайып жатады. Сондықтан да жаңағы қыз балада сондай өзінің Құдайға берген уәдесі бар, мені сыйласа болды, мені құрметтесе болды жарым деген сияқты. Сондықтан өмірдің соңына дейін осы Алла тағалаға берген сөздерімде нық тұруларыңа тілектеспін және соны сұраймын. Соны әрқашан естерінен шығармаса екен деймін. Көп сөйледі ренжімеңіздер, мынау тілекті үлкен ағаларыма берейін. Ал құрметті жамағат, мына той оң болсын. Темірхан, Гаухар, мына балапандарым айтатыныз, жандарым, мына үлкен әжелерінің жолын берсін. Көгерген семьядан шыққансың, Нұржанат қызым. Сол мына мамаңның көрген тәрбиесін, мамаң біздің мына шаңырақты келмей жолдастарының келіні бүкіл халықтың келіні. Сол мамаңыздың үйреткенін бүкіл сол қожайынына, қараған дейіне көрсетсеңіз, қор болмайсыз, көгересіз. Әжеңіздің жолын берсін.
бүкіл айтылып жатқан бата тілектер Гаухаржан қабыл болсын. Енді артынан қарай Абайжанның тойына келейік. Мұқан аға, Алла сізге разы болсын, баршамызға разы болсын. Бірақ мына шапалақ сізге соғылып жатыр. Дегеніміз болсын. Ұстаз, сізге Алла разы болсын. Шынымен бұндай асаба тіл көз назардан сақтасын, қазаққа берген бұл деген бақыт деймін да. Тойға келдіңіз, басқарып жатсыз, біз үшін сөйлеп жатсыз, қонақтар үшін біраз сөйлейтін сөзі өзіңіз айтсаңыз, айтып тастасаңыз, осылай қазақтың маңдайына біткен бақыт болып, жақсы тілек тілеп жүре беріңіз. Алла разы болсын. Той түтіні үйткені түп-түзіп жағылып тұр. Дос болғаныңыз Мұханға асаба болып бүгін танылып тұр. Айтпай сіздің де езуіңізден жақсы сөздер ағылып тұр. Мына тойды шыр-шыр етіп басқарып ем, маған да рахмет айтып риза болатын нормальный жігіт табылып тұр. Дегеніңіз болсын, жүз жасаңыз. Низам ағама, жақсылығын үгіттейсің, Бақдәулет шаңырағына аға күліп келсін, ұл қызыңыз жамандыққа ілікпесін, ойпырмай Асқар-таудай ағамның тұрысынан айналайын, ертең бір күн үйленетін жігіт дейсің деген. Жақсы тойшы қауым, ассалаумағалейкум. Бүгін өте керемет той болып жатыр. Ризамыз. Мынандай той дейтін өте сирек болатын той. Гаухаржан мен Темірхан өте керемет дайындалған екен. Ұзағынан болсын, бәрімізге жоғыс болсын. Ал Нұржанат қызым, жолың болсын, тастай батын судайсың, бармақтай бағың болсын. Енді Темірхан мен Гаухарға айтатын дегенім, барлық дұға тілектер қабыл болсын, таң атқалы бәрі айтылып жатыр. Періштелердің құлағына шалынсын. Өте бақытты жанұясыздар, алдарыңызда Асқар-таудай әкелеріңіз бар, аналарыңыз бар, бәрін қарап отырып, бәрін жайлап байқап отырып, өте тамаша, ауызбіршіліктерің бәрі жақсы. Енді Темірхан мен Гаухарға айта келсек, мына жерде Самат деген досымыз бар, Мұқан деген бауырымыз бар. Сол арқылы Темірхан мен Гаухармен танысып, осы 5-6 жылдан бері араласып жүр. Енді Темірханға келетін болса, Гаухар екеуіне өте мүбәрәк, сондай жұмсақ, жан-жақты жоқ. Бәріміз осы Темірхандай болуымыз келеді. Темірхан көп сөйлемейді, көп тыңдайды. Нағыз мұсылманның келбеті, өте керемет азамат жігіт, ақ көңіл, ашық, жомарт, қонақшыл, қалай болса жан-жақты жігіт. Өте ризамыз сіздермен осындай жанұямызбен араласып, тойларыңыз келіп отырғанына. Бізді шақырып жатсыздар, рахмет. Ондай тойға келмеске болмайды. Жол алыс болсақ та келдік, бағдар бақыт болсын, бәрімізге де жұғысты болсын. Тілегіңіз қабыл, мұратыңыз асыл, өміріңіз өрлеп, өзіңіз төрлеп, 100 немереге ада болып, әрқайсысын сағынып шөлдеп, тама-тама көлдеп, Алланы бағалап, мына достарды жағалап, бір немерені көндірсеңіз, екіншісін көндіре алмай, өй әкең деп 2 сағат сабалап 100-ге жете береміз. Жеңшің бар ма сіздің үйде? Қайсысы? Мынандай жігіттің алдында тұру абырой емес, мен ақ тұрсын. Ағам Самат, любой достың көңілін табар. Екенің ағамызға айдан анық, Самат аға тұрған жоқпын ақындықты пайдаланып. Сіз секілді иықты жігіттер болмаса, біз секілді патсандар бара жатырмыз майдаланып. Еті қақпақтай, жұдырғы тоқпақтай болып тұрған Самат ағамнан тілек, братан, нейтәтін өзі біледі. Рахмет амада. Ассалаумағалейкум көпшілік. Құда-құдағайлар, көрдеші қандарыңыз болсын. Рахымжан Нұрге, апа, сіздердікі бұл той құтты болсын. Темірхан, Гаухар. Темірхан менің кластасым дейгізді. Өзі 2 кластас болсын, Зоғра екеміз. Темірхан 2 жас бақытты болсын, елдер сау болсын. Қызымыз барған жерде бағын ашып, сол бақыт келсін. Той боласын. Айтам деп отқан сөздің бәрін ұстаздар айтып қойды. Сіздің үйдегі жеңге ана сыртыңыздан түсіріп тұр скрити камера. Гүлмира ма? Керемет жақсы кісі екен, өте жайлы. Өйткені қазақта мақал бар да, әйел жайлы болса күйеу майлы болады.
Дегеніңіз болсын. Дегеніңіз болсын. Жеңше, қосағыңызбен қоса барыңыз. Сұлу жүріп терең қартайыңыздар. Қыздың жолы жіңішке. Ұлтыққа қотыр дейді. Как раз конверт бар екен, сіз айтыңызшы. Аға, апа, Темірхан, Гаухар, тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын қуаныштарыңыз. Барлық осы жерде айтып жатқан жақсы тілектердің бәріне қосыламыз. Қызымыз бақытты болсын, барған жеріне тастай бар судай сылсын, айналайын. Сол барған қожа елдің бақытты етіп, сол елдің байрағын желбіретіп жүре бер. Өсіп өне бер. Рахмет, Сузрахмет. Су деп тұрсам, ағамды атқа болып дұрыс, бірақ қазақта мақал бар, кім күшті сол сөйлейді. Мынаны беріп кетіңізші, ақыр туда-суда кекпете бергенше. Біздің Зухра әпкеміз сыныптас, міне қан секілді қасқайып тұрған, тілек айтпасаңыз да бір көрініңізші. Біздің Ахан ағамыз. Тұрысына қарасаңыздар, авторитет жиғанға ұқсайды. Отырысына қарасаңыздар, ең құрметті мейманға ұқсайды. Сақал мен тақияға қарасаңыздар, мешітте отыратын имамға ұқсайды. Ал, бірақ сөз күлмекке жақсы. Әрмен қарап, сіздерге шектеу қойылмайды. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Сіз әріптессіз ба? Есіміңіз? Жомарт. Жомарт. Жанды Жомарттан бір ауыз тілек. Құрметті қалың, Темірхан, Гаухар. Қыздар бақытты болсын. Осы Алиевті семьясы өзі тәрбиелі, өзім 2 жылдан бері 3 жылдай білемін, жақсы семья. Ұлы Абай тойдың бәрін басқарып, үйдің бәрін салып, Абайға көп рахмет бұл жерде. Қызым бақытты бол. Сол жақта бақытты болып, аман болыңдар. Сізді білетін амшықама қозғас қой ағама. Ал енді мына жалпы әріптестер атынан әпкеміз есімі Айман, кеңге қанат жайған, Құдай бере салған бойдан. Денсаулықтың арқасында Айман, вообще тұрып алмайды тойдан. Сәлеметсіздер ме, қонақтар, қалдарыңыз қалай? Той өте күшті болып жатыр, бізге өте ұнап жатыр. Құда-құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалықтарымыз 10 жылдық болсын. Темірхан, Гаухар, алғашқы тойларымыз құтты болсын, денеріміз сау болсын. Тек осындай әрқашанда тойда кездесейік, шақырғандарыңа рахмет. Нұржанат қызымыз өте тәрбиелі, өте әдемі, ақылды, сондай күшті қыз. Нұржанат, саған бақыт тілеймін. Тек қана бақытты болып, денсаулығың мықты болсын. Барлық отырған қонаққа келген туыстар, достар, сіздерге де жұмысты болсын. Балалар бақытты болсын. Рахмет. Ол нағыздардың ақылы бар екен, сөйлемесе де беріп жатыр. Тойда қайда. Қаламқас әпкеміз ағамыздың сыныптасы, қылықтасы, парталасы, арқаласы, қаламқас, өмірі жүрет жаланбас депті сыбырлап тұрып алар. Темірхан, Гаухар, тойларыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Қанша жылдан бері істеп, аялда еңбек етіп келе жатсыздар, той еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Бұл класстастардың атынан солардың есін сәлем арқылы беріп тұрмыз, қалаларыңызға. Жастық ауызбен періште сөйлейді, келе ғой. Аға келіңіз, кел аға. Кел. Рахмет. Есіміңіз? Сәбит. Сәбит, Алматыда Лимой таниды. Тілек айтса Сәбит, бойымызға дариды. Содан кейін ана 2 балапан, иншаллах 100-ге дейін қариды. Әумин айтқаныңыз келсін. Ассалаумағалейкум. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Темірхан аға, Гаухарды, одан құтты бола берсін құдаларымыз. Рызылық болсын, жастар бақытты болсын. Бірақ алса осы тойда тойға алмаса, жылға тойға бара берейін. Кім боласыз? Әліктер, бұл кәді. Кімді? Темірхан аға. Қай сала
Saudada olsun. Bazar deyip жүреміз десеңізші. Сіздің үйден жеңче ма? Апама жездім сайын екен. Ал не дейміз? Той құтты болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты бола берсін. Темірхан аға, Гаухар тәте, тойларыңыз құтты бола берсін. Құдай қаласа, қыздарыңызды құтты жерге қондырып атсыздар. Тойларыңыз керемет өтіп жатыр. Рахмет. Тамадаға мен жаңа тойдың басында сіз айтқан едіңіз, Темірхан деген атқа лайық емес екен дедіңіз, ханға ұқсамайды дедіңіз. Неге? Біреудің хан емес па? Мен соны айтқым келді шынымен. Bir әулеттің, bir үйдің ханы ғой. Тілек айтып тағы. Шаңырақтың шаттығысың, текті жердің күйәсің ақ гүлі. Барған жерде тастай батып суданысың, ата енене жақсы келін болғайсың. Бақытты бол жаным. Рахмет Самат. Рахмет. Сәбит болсын құдыш бәрі тыныш демет біледі екен ғой сені. Сәбитті білі айдаладағы тамадағы Абида айтты ғой. Не, шынан құсап Абидаңды айтуға келдің ба бұл жерге? Темір десем темірдей, арқасында қаны бар. Темірхан ағамды танып ал, өйткені қазақ деп соққан жаны бар. Темірханды темір десем де, хан десем де жарасады. Өйткені бойында қазаққа тән қасиеттің бәрі бар дейді. Сәйттің айда біледі ме? Болды ма? Әпке, сізді сөйлеткісін бір көңілімді өшіпейді өттім. Иә, Шыңғысханның кем ұрсап желбіріп тұрыңыз. Талғат аға, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Есіміңіз қалай? Мынасы 9 сіздікі, солай ма? Кім күшті бірінші бастайды? Ассалаумағалейкум. Темірхан, Гаухар, тойларыңыз құтты болсын. Не тілеймін? Қызымызға бақытты болсын барған жерден. Құдайлардың адамдарға құтты болсын. Денсаулық тілеймін. Көп сөз болмайды. Рахмет. Мен сізге бердім, сізді сыйлам. Сіз сыйлағаныңызға бердіңіз. Айып етпеңіз, бір үйден бір кісі. Болды ма? Көңілдеріңіз толды ма? Бір жақсылап бір жұмада тұрған жамағаттай иық түйістірейік, бір естелік ретінде фотоға түсеміз. Сіздердің құрметтеріңізге, келбет қандастарыңызбен Айдын бауырымыз ортаға биге шақырады. Жұп би ортаға достардың құрметіне билеңіздер. Ал бәрекелді екі жас, келіңіздер, барша екі жастың достары, қонақтар келіңіздер, би бейміз. Макарена! Жолымызды
жүрегім деген әнді екі жас құрбандардаймыз. Кеттің ал. Зашығай! Нұржанат, жайғасамыз, құдалар рахмет, жайғасамыз. Соңғы түйенің жүгі ауыр дейді, ардақты ағайын. Бізге тойхана әкімшілігінің берген уақытына міне жарты сағаттай уақыт қалды. Қазір бір тост болады, сусын құйылған бокалдар бос болады, сонсын аманатқа қиянат жасауға болмайды. Құдаларымыз алам деп келген екен, біз ақ бата беріп шығарып салуға тиістіміз. Сондықтан да ортаға бүгінгі ошақты елі түп-түгел той төріне ағайындар және де ошақты елінің қыздары, күйеу балдары, жиен бөлелері осы кісілермен бірге Нұржанат қызғалдағымыздың құрбы құрдастары. Атымыз аталмады, есіміз еленбеді демейсіздер. Нұржанаттың бөлелері көкке дейді төбелері. Той төріне той көрсет, билеп шығамыз, келіңіздер. Билеп шығамыз. Olmaz ekin kaderim
Мұраттың түзі танысың. Тағы келдіңіз ба? Аға, қызды құрметтеген қалыппыз ғой. Ең үлкен әпкелерден бастаған жөн санап отырмын. Ең үлкен әпкелерден бір қадам соғылып шығыңыз. Кім? Жәмил, Мадина? Кішкене назар салайық. Біз жақта ұзату. Анау үстелде юбилей болып жатыр ау деймін, назар салыңыздар. Ошақтының ең үлкен қызының бірі. Түпәй-түпәй еті тірі. Сөздері ірі. Бауырларының арқасында еш жердің жоқ кірі. Жүрегі 18-де просто осындай түрі. Ал құдалар, қонақтар қош келдіңіздер. Ана інім Темірға, келінім Галға, бүгінгі той құтты болсын. Той құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Біздің құдалар сізге де осы той құтты болсын, сіздерге де осы той құтты болсын. Сіздердің балдарыңыз бізге бір жақсы күйеу болып, біздің қыз сіздерге жақсы бір келін болсын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Осы әулеттің үлкен қызы Мадина әпкеміз. Дұрыс қой. Әпкелігін ақтап келген, дәстүрді сақтап келген, қайда жүрсе де Жұмабайды жұма деп мақтап келген. Әй, сол емес пе ұл қыздың басын топтап берген. Қайда жүрсе де мақтап келген айтайын, өзі төркінді тойға келіп, Жұмабайды тастап келген Мадинаға қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Жақсылап құрметте Жұмабайды. Жұмабай дүние тұрғанша кейін немерелерді жұлмалайды. Әлемдегі 1000 еркек сен үшін Жұмабайдай бола алмайды. Әрмен қарап, осы әулеттегі ең үлкен әженің өкшесін басып келе жатқан жеңгелер атынан абысын Сары Балапан есімі? Қажылыққа барған женше Гүлнәр, түпәй-түпәй бойыңда қандай мін бар? Мына қыздарға сіз секілді әже болатын күн бар. Осынша қыздың ішінде Гүлнәр, сізден асқан кім бар? Ал, мынау құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мынау ата, жеңше, мынау бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Енді сіздер қандай бақыттысыздар, ұрпақтарыңыз керемет, өте байсыз ұрпаққа. Мен жаңағыдай айтпақшымын, 16 перзент көріп, 16 перзенттен шебере нөбет немерелеріңізбенен бір сапқозды арттарыңызға қалдырып барасыздар. Ұрпақтарыңыз бір сапқоз десем де жаңағыдай байсыздар демекшімін. Ал енді мынау Гүлжанат қызым, Нұржанат қызым енді барған жерінде Алла бағыңды ашсын. Қосағыңмен бірге елге, үйге, үнемі қосағыңмен бірге келіп, бірге кет. Ал енді мынау күйеу бала енді жаңағыдай саған құсым құтты болсын деймін. Енді мынау оңтүстіктің қызысың, әкең, мынау қайным жар, қайным мен келінім Гауһар, енді екеуі де иманды, өте бір мейірбанды жандар, солардың тәрбиесін көрген қыз бізді ұятқа қалдырмайды дейміз. Барған жерінде жаным өс, өн, жапырағың жайқалып, сол елдің жағындегідей жақсы бір келіні бола бердім. Барлықтарыңызға той көріңіздер. Рахмет. Жеңеше, 100 жасаңыз, бабыңыз басыңызда болсын. Келесі жол шалыңыз қасыңызда болсын. Жиен қыдырып келсе, қораңды бекіт деген қазақ солай ма? Біз бәріміз бір қазаққа жиен, бір қазаққа нағашымыз. Мен Жансая жиенімді ортаға шақырғым келіп отыр. Жаңа өзеннен ат басын бұрып келген Жансая. Құдай түрден соң жайша жүрсін қалмақта да қой дейді. Бұл кісі осы әулеттегі жас болғанмен жолы үлкен жиен Жансая. Солай ғой Жансая? Бір ауыз тілек айта ғой. Темірхан ағашы, Гаухар жеңеше, қыздарыңыздың жолы болсын, бақытты болсын. Құда-құдағай келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Айтып жатқан жас тілектердің бәріне қосылып, тек бақытты болсын.
келесі жыл тек шілдеханаға бара бересіз. Жансая қызымыздың бүгін дүниеге келген күні. Бой түзеп ақыл-есін білген күні. Анасы ақ жөргекке буған күні. 40 қасық шілде сумен жуған күні. Құлыншақ қара көз қарындасымның бүгін туылған күні. Жай алағанды туаламыз мен де батамды саған берейін. Деп ниет қыл, бұл өмірде өсіп өнейін. Мың жігіттің арманы, бір жігіттің жан-жары бол, шаңырағың шайқалмасын, жаманшылық байқалмасын. Барған жеріңді байтатын ордалы отбасы бол. Аумин, Аллаху акбар. Сыйлық, қайда сыйлық? Мен өзім берем, олар жөте бергісі келмейді. Жансая қарындасымызға сыйлық, ардақты ағайын. Енді молда білгенді оқиды дейді ғой, мен де барымды беремін саған. Мынау бокал 100-ге дейін тақал, сен де әже болып адал. Мынау керемет міне. Іні қарындастарыңа ойнап жүресің, әлі ойын баласына ұқсайсың. Ал әрмен қара, ағаның үлкені. Қан секті қасқайып тұрсыз ғой. Ағасы жақсы қандайды, алдында асқар толдайды. О, брат! Қолдағанда, құлағанда қолдайды, сүрінгенде сүйейді. Атамнан кейінгі үлкен азаматтың бірі ағамнан тілек. Қош келіпсіздер, құрметті қалайық, құрметті құдалар. Құдай қосқан құда болады, пайғамбар қосқан дос болады дейді. Құдай қосып құда болып жатыр екенбіз. Мынау шаңырақтарыңыз құтты болсын, қызымыз бен баламыз бақытты болсын. Мынау Нұржанат қыз бұл өзі біздің әжесі екеуміздің жекеменшік қызымыз. Мынау базарда жүрген інішектердің барлығына Темірхан қарайды. Оқуда жүрген балдарға мен қараймын. Сол Темірханның балдарының бәрі базарға кіріп кетем бе деп қорқып жүретінім. Нұржанат қызым ата әжем сияқты, сіз сияқты врач боламын деп, мемлекеттік білім грантын ұтып алып, медицина университетін бітіріп, интернатураны бітіріп, бүгін үлкен өмірге қадам басып жатыр. Айналайын Нұржанат, сен мамандық таңдаған кезде қателескен жоқсың. Өмірдегі ең бір қадірлі мамандықтың бірі бұл врач. Өйткені врачтар кешке дежурствоға түскен кезде, Құдай бүгін ешкім ауырмасын деп тілейді, ұйқым тыныш болсын деп тілейді. Сен өте жақсы мамандық алдың. Енді екінші бір қателеспейтін нәрсе бұл жар таңдау дейді. Мынау сүйгіден түңілме деген құдаларды көріп отырмыз. Жаман жер емес сияқты өсіп өніңдер, көрпейіңдер, көбейіңдер. Жаңа бүгін айтылған тілектің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Тек жақсы күндерде жолығайық. Барлығымызға осындай той жұғысты болсын. Мына Темірхан мен Гафар келінім айтатын, бұлар жаңағы бал арасындай бүкіл әулетіміздің той тумалағында атсалысып жүреді. Барлық інішектерді өздерінің қасына қанатына алып жүр. Еңбектері жанып, кеше үйінің ғимаратын көрдік, бүгін тойын көрдік, дос жарандарын көріп отырмыз. Көңіліміз өте марқайып отыр. Тойларың тойға болсын, бақытты болыңдар. Абайдың атын мен қойғам, Абай деп. Абай баламыз атына затыстай жігіт болсын. Абай атамыз да әке шешесіне апа абайласаңызшы, абай болыңызшы дегенсін абай деп кеткен екен. Айтпаса аты Ибрахим. Мынау абай балам да сондай, бәріне абай болып жүреді. Мен осы абайдан сұраймын барлығын. Абайжан өте ергешек. Енді осы абайдың тойында да осы жерде кездесе берейік. Сау саламат болыңыздар, жақсы күндерде жолығайық. Бүгінгі тілектің барлығы періштердің құлағынан шалынсын. Мына Нұржанаттың әжесі сөйлейді. Рахмет. Ағамның тілегіне қосылам деп тұр әпкем. Өйткені сөйлетсем болады, мен де Оразкелдімін әпкем екен. Бірақ түсініп тұрсыздар ғой, жезде болдыңыз ғой, қараңғы түсін сөйлесеміз екенбіз. Осы әулеттің күйеу баласы Бақыт аға қайда? Күйеулердің ең үлкенінің бірі Бақыт. О, Оразкелдінің баласы екен бұл кісі. Көке десем өзімді көкем деймін, көкем деп көкіректі төбелеймін. Көке, күйеу болып төрде отырсаң да, төмен жүрсем де биік төбе деймін. Аға десем өзімді ағалаймын, ініңдей болып арқаңнан паналаймын. Алматына 6 рет айналсам да, өзімдей көкені таба алмаймын. Оразкелді деген атымнан айналайын, ол есімді өлгенше бағалаймын. Көкемнің қолтығынан сүйеу үшін табанымды таймастай тағалаймын. Мына тұрған Оразкелдінің баласы осы әулеттің ең үлкен күйеу баласының бірі Бақыт мырзадан тілек. Көкем не айтатынын біледі. Сізге шектеу қоймай 20 минут уақытыңыз бар.
Рахмет қамада, жақсы мақталыңдар. Ар жағын айтып кетіп Абрам қаласы бақытжан Бейсанова біледі. Сондай болып, Абрам қаласы бақытжан мемлекеті телевизияларға бағаленше тойларымыз құтты болсын. Тойларымыз өте тамаша. Әнші осында, тамаша осында. Одан кейінгі тойларымызда да осындай болсын. Мынау құдалардың көңілі шыққан құтты болсын. Және де мынау ғажалардың Құдайға шүкір көбейіп жатырмыз. Одан кейін де көбейді. Мына қыздарымыз барған жерде тастай батыр. Құдай сенсін. Осы 2 жас бақытты болса, Құдалық маңызды болады дегенде көзім жетті. Осы 2 жас бақытты болсын, және тойларыңыз құтты болсын. Рахмет, көке тілегіңіз қабыл болсын. Бағыңыз басыңызда, жетем өмір бақи қасыңызда болсын. Мына жігіттің қандай жанмен қол ұстасқанын көрсін, міне бір қол соғып қошеметтеп қойыңыз. Рахмет. Жетем айтып жатыр да, не дейді жаңа, не дедіңіз? Шаштың түскені, жігіттің піскені дедіңіз ғой. Көңілім ошақтыларға бөлініп тұр, тыңдаңыз езуімнен аппақ өлең өріліп тұр. Ошақтының қыздары мықты дейтін еді, мықтылығы менің ағам прическасынан көрініп тұр. Нече брат, шаштың түскені, жігіттің піскені. Шаштың ағарғаны, махаббаттың жанарғаны, брат. Ал әрмен қарап тілек бөлелерден бір кісі, және де біздің қызғалдақ қарындасымыз Нұржанаттың құрбыларынан бір кісі шығармаса келіңіз. Сыланғанда айнаменен тарақталып, едіңдер ғой қарындастар ғажап қалып. Сендер үшін жер көктен теге өзгер, жүреді ақын біткен азаптанып. Қазақтың қара көз инабатты қыздары міне осындай ардақтағай. Бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Бөлем, есіміңіз? Бақдәулет. Бөлеміз. Сені көріп көкке тиді төбеміз. Бөлем ұзатылып жаңарып тұр көнеміз. Бір ауыз тілегіңізге бөлеміз. Бөлем дейтін заман еді. Мына заман бөле. Таксидің ақшасын төле деген заман болып бара жатыр. Айып етпе, қыздың жол жіңішке, ұлтқы қотыр-қотыр. Қош келдіңіздер барша тойға жиналған қауым. Аға, тәте тойларыңыз құтты болсын. Ол сіздердің арқаларыңыз. Осындай керемет той жасап жатқандарыңызға рахмет. Той-тойға уағыза берсін. Отбасыларыңызға тек жақсылық тілеймін. Енді Нұржанат пен Саназарға бақыт тілеймін. Махаббаттарың мәңгі баянды болсын. Өйткені мен Нұржанаттың мектептен кезден универде бірге оқыған құрбысымын. Екеуміз бір үйде тұрып, бір нанды бөлісе жеген қызбыз. Сондықтан Нұржанаттың өте иманды, ибалы, сондай бір нәзік, жақсы екеніне күмәнім жоқ. Сондықтан барған жеріне құтты келін болып, бақ береке әкел. Саназар, Нұржанат екеуі мәңгі қол ұстасып, әрқашан бір-бірлеріңді құрметтеп, сыйлап, бір-бірлеріңді ренжітпей, осылай бақытты болып жүре беріңдер. Рахмет, Зарина. 5 минут уақыт сен алып, әже болғасын 50 минут сөйлейтін түрің бар ғой сенің де қойыңда. Ал дегенім болсын. Сиырға біткен күн бұзауға да жұмысты болсын. Ал бөлеміз. Бақдәулеттен бір ауыз келді. Вообще, везде қыздарымыз той құтты болсын, күйеуі құтты болсын, шаңырақтары биік болсын, керегінде кең болсын, өмір жастары ұзақ болсын, бақытты баянды ғұмыр көрсін Алла. Елдің соңғы орнын сақтасын, ортасында болсын, көзден тимейтін, сөзден тимейтін аты болып жүрмесін. Рахмет, Бақдәулет, денің сау, басың аман болсын. Қуанышты күнің күндей болсын. Түнің тыныш түндей болсын. Жас отау иесің ғой, өмірің жаңа шыққан күндей болсын. Ол қазағым, менің ұлым бар деген әр отбасының ұлы мына тұрған сіздей болсын дегенге отыр. Өйткені мен осы мейрамханаға келгелі, уборныйға кіргелі, дәрет ашылған бірінші осы жігітті көрдім. Құлшылығың қабыл болсын, Алла разы болсын. Ал ендігі жерде бүгінгі қуаныш иесі біздің Темірхан ағамның шапса тұяғы, қолында қамшысы, анау тұрған қарындасының арқа сүйер ағасы, анасының ақылшысы, ардақтағайын, ошақтының 10 молына татитын
бір ұл бар, оның есімі Абай. Шақырамын, бермен кел Абай бала, сен де отбасын құр, жан-жағына қарап абайла да, айналайын, красавчик Абай бала. Ей, өзіңдей бола алмай жүр, талай бала. Ассалаумағалейкум. Осылай біздің қуанышымызды бөлісіп келіп отырғаныңызға рахмет. Біз үшін бүгін өте қуанышты күн. Осы күнге дейін Нұржанатқа жауапты 2 адам болсақ, одан кейін біз үшеуміз. Мен өзім бауырым жоқ деп, негізі қалысын деп өзім қиналатын едім. Қазір мен енді бауырым бар деп білем, өзімнің саңыздар енді бұдан кейін өзімнің бауырым, қарындасым бар, қостап қарайды деп сенен бақытты болыңдар. Есіңде болсын, бойдақсың ғой, онша білмейсің, мен үйленудің абстанамысын түсіндіріп берейін. Біз ерге қалып, момынға қолымыздан еш нәрсе келмейді. Сол үшін күйеу балаға жаңа қандай мақал айттым басында? Әйел тыныш, әлем тыныш. Мен сені қандай дерім, қарындасым ана күйеу балаға дұрыстап барады. Бағың басында, келесі жол келін қасында болсын. Осы тойды басқару маңдайыма жазылған. Өйткені бойыма өнер деген аппақ тұмар асылған. Мені өнерге салған ұстазымның бірі, Мақтаарал ауданының құрметті азаматы, ағам менің Асылхан. Біздің 400 мыңнан астам халық біздің ауданда. 40 рулы ел, қожада бар, барлық ұлт бар. Ал сонша елдің ішінде құрметті азамат, құдаларыңыздың арқа сүйер інісі, жақсы қандайды, айтқан бір тілді алғайды, ақыл менен іс істеп, бетіне көре салмайды. Біздің өңіріміздің құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі Асылхан ағамнан арнайы ақ тілек ардақтағайды. Рахмет. Қалел құда, әлі ерте отырадыңыз. Мына Қарағандыдан келген кісілер тұрып кетіп жатыр да, құрметті құдалар. Қайырлы күн, қадірменді қонақтар, құрметті осы тойға жиналған көпшілік. Кешеден бері мына ініміз Темірханның үйінде үлкен той болып жатыр. Қарағандыдан келген қожалар әулеті қызымыз Нұржанатқа құда түсіп, бүгін елдерін алып кетіп бара жатыр. Мына өте тамаша қожаның ұлы біздің құдамыз Қалел құда отыр. Қалел құда бір көтеріп қойыңыз. Ол кісі мені жақсы көріп жақыннан тыңдайды деп келіп отыр екен. Енді мына той барлықтарыңызға құтты болсын. Осы жерде сонау 1000 километр шақырымды артқа тастап Нұржанаттың атасы келді тойға. Сөйтіп тойға дейді, мен бір апталдың бармасам ол тойға барғанға жатпайды деп. Осы жерде Темірханның әкесі, Нұржанаттың атасы Рахымжан Ақсақал келіп отыр. Кеше 19 апрельде 80-ге толған. Ірекен құрметті бір қошемет. Сізді барым екен. Енді жалпы бүгінгі той өте жақсы форматта өтті. Той кім? Асаба, дос бол. Той ішкіліксіз өтті. Мына той бар ғой, теңіз деңгейінен 1,5 метр биіктікте болған давлениеміз көтеріп, бетіміз қызарып тұр. Бағана нағашыма сөйтіп айтып, өкпелеп кетіп қалды. Енді кино жетсегі барған реттейсіз енді. Құдай қаласа, осы тойға сонша жерден ат салысып келіп отырған Қызылқұмнан келген 3 азамат, біреу менің нағашым Пердалы Сүйіндікұлы, сол кісіге үлкен рахмет. Және Қызылқұмның 2 шоу жұлдызы Наргиз Серікбаеваға, Роза Алғожаға бәрі біздің ауылда шелестіп тойға кешеден бері бүгін қызмет жасап жатыр. Енді мына Қарағандыдан келген Қадыр көке құда, бұл кісі де 1941 жылы ноябрь айында туылған екен, ертең 80-ге толайын деп жатыр. Жалпы Қарағандыдан келген құдаларға жалынды сәлем. Анау сіздерді жақсы көріп, біздер жымиясыңмен қарағанда, деушігіз қарағанда деп өлең шығарып қойғанбыз. Құдай қаласа, Темірхан Гауһар, мына шаңырақтарың, кеше кірген жаңа баспаналарың тойға қызмет жасасын, ұл қыздардың қызықшылығын көріңдер. Осы тойға жиналған барлық жора жолдас, ағайын, туыс бәріне бақ береке қуаныш тілеймін. Саназар мен Нұржанатқа өмірде зор махаббат тілеймін. Қызылқұмның баурайынан жарып шығып бір бұлақ, сол бұлақтың бағасынан бой көтерді бір құрақ. Адамзаттың жер бетінде пайда болған сәтінен жауап жоқ, шешілместен қалған еді бір сұрақ. Сұрақтар бар, жауаптар негізделген ғылымға, көп сұраққа адам ұлы жауап берген бұрында. Барлық ақын ой жеткен жерге дейін жазалған,
бақыт жайлы бұрқырат жалындаған жырында. Аз өмірде бақыт жайлы көп ойладық бәріміз, сонда дағы жауап таппай қиналамыз әлі біз. Жер шарының халқына тек тиесілі сый деп біл, бақыт деген күнде ерте ататұғын таңымыз. Бақыт деген қасиетті бес әріптен құралған, астарында жатыр оның көрінбестен санарман. Бақыт деген арманыңның биігінен көріну, ол армандан ыстық сезім тәтті ойдан құралған. Егер кімде босқа өткізбей жүрсе қайту уақытты, бұл дүниеде табылмастан одан өткен бақытты, мен білетін адамдардың біреуі кеп жүзінің белгілі ғой байлықпенен өлшейтіні бақытты. Кейбіреулер жүргенмен өмір бақи мал бағып, кейбіреулер жүргенмен арбай теріп жан бағып, бақытты ғой деп ойлаймын, соның бәрі бақытты, бақытсызды махаббаттан. Қалғандары алдан демекші, 2 жасқа мәңгілік махаббат тілеймін. Құда өлеңі перевод жіберем орысша. Түсінбей қалды ғой. Рахмет сіздерге. Айттыңыз ғой, астарлап, ақиқатпен анақты, тыңдатып, ұйытып мына отырған халықты, сіздей жанның жанында жүрген ғашық болған шолпан қызда бақытты дейік деп отырмын. Мына жақта тұр біздің ағамыздың еркенші. Құдай түрден бере салған. Шықшы ортаға көлемін көрсін. Үйтіп шақырмайды. Мынау Қалел құда, Аққой құдағай, мына мен келіншегім Қарағандыға бара алмайды да, ол ана көмір шыққан жерді жеп көреді. Сөйтіп мына әулетіміздің беделді келіні деп шақырсақ шығады. Әулеттің, ой кел атыраймын ау. Әулеттің бей келіні. Ұзақ болсын жеңше өміріңіз, көтерілсін көңіліңіз, ағамның арқасында ауыр болмасын жеңіліңіз. Бір жапырақ ошақтың қыздың артында, ұлының артында, бұдан да бетер семіріңізді қойылды. Құран сөз күлгенге жақын. Жинақталамыз, естен кіретінде фотоға түсеміз. Соңсын қыздың ақ жолын дайындаңыздар. Ырымдап, хабарландыру. Біздің Нұржанат қызымызды ағам ырымдап, Роза әлі қожа қыздарыңызға ұзатсын деп арнай шақыртқан. Қожаға кетіп бара жатқан қызды қожаның қызы ұзатады қазір. Жинақталамыз. Рахмет маэстро. Абай тұр. Бой ұзын жігіт құсап отырып алсын ғой, Абай тұр. Күлеміз, кішкене күлеміз. Ай, бәрекелді. Сіздер бүгіңіздер, орын тебіңіздер. Қазір біз ұзату рәсімін жасаймыз. Сіздер бүгіңіздер. Сізге уақыттау көреміз саған. Жайғасамыз. Ортаны босатай, қызды ұзату рәсімін жасаймыз. Жайғасамыз. Аба, жайғасамыз. Құдалар, тұрып кетпеңіздер, отырыңыздар. Біз әлі қызды ұзатқан жоқпыз ғой. Жоқ, күйеу бала шыға, сіздер отырыңыздар. Бата жасаймыз қазір. Рахмет маэстро. Ақ жол төсеңіздер, қайда? Роза қатынасын ұзатады. Батасын алып келейін ба? Қыздар, ақ жол төсеңіздер. Нұржанатқа бата беруге атасы мен әжесі келсін. Атасы мен әжесі. Келіңіздер. Кім, Нұржанат? Күйеу бала. Сіз ана жақта қосып аласыңыз. Ана жақта. Құдалар, бата жасалып, қыз ұзатып қалсын, ақырын шығады.
ағашы әжесі, анасы сол кісілер бата береді. Гауһар жеңше, сразу келіп солай жылау жоқ. Бірінші атасының батасын аламыз. Рахмет маэстро. Иләһи әумин, балаңызға бата беріңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Bak parasını kızar parasını kettiz devlet kempi. Devletleri öyle olsun. Soğuk var. Açmanı gelir versin. Vakti vermeyen kabul ediyorlar. Yetmiş ağır yiyecek ama bu kurasası göğsü duruyor. Amin Allah'a bırakır. Aziz, Allah'ın teyzesini ister. İlahi amin. Hep dayanamazsın, hiç dayanamazsın. Aynalayı öldürürken diyorlar, baktı ol, adanasın yolu verir. Yedide kadar baktı ol, diyen sağ ol. Ölmesi ölmüyor, desin. Hemen ama, Gauhar gelin, baktı oğullara yedik, yerini alıp, o odayabilirsin. Amin. Naim Şam'ın devri. Amin Allah. Mağaşı acesi. Gauhar yengemizin maması. Aynalayın, Allah bir sonunda ayırmasın, mükemmel saymasın, canlısın, esirgeli imanlısın, şartlarının amansın, geldiği sağ olsun, kosulgana ben kosarlara, осы отырған сіздердің бәрінің елеуі қабыл болып, Алла өз сөйлемін жасап Siz өзіңіз зор дұға бересіз. Өйткені әкенің атасы жебенің оқ сияқты атқан жерде көп келеді. Қызыма барған жерінде Алла тағала бақыт берсін, құдаларыма амандық берсін. Еліміз жұртымыз тыныштық, еліміз аман болсын. Осы ел аман болса, осындай күнде той бола береді. Осында келген барша туғандарыма, туыстарыма, достарыма, құдаларыма, әріптестеріме бақыт тілеймін. Және мына қызым барған жерінде бақыт бол. Осы қызымыздың маған енді қалай өсіп кеткенін өзіңіз білмей қалдық. Қазір бұда қызымыз сізге енді аманат. Ал қызым Алла бағыңды ашсын. Бала шағалары көп болсын, елден сау болсын. Тек қана жақсылыққа келсін. Şimdi olduktur. Sokma. Özü gülür kurur adam sakıyor. Al buranın söz küleğine жақсы. Артасын қыз бала барған жерінде Алла етегіне бергенде ата ененің жетегіне берген жақсы. Ұзатылғанда соңына қарамай балалық шағын осы жерден бастап соңында қалды. Розалардың жолын берсін, батырана 5 жылдың анасы ендігі жерде ардақтағай той қылсын, қыздарыңыз барған жерге бақытты қылсын. Рахмет, той қылсын. Алла тілектеріңіз қабыл етсін, жаңылдырмасын, сүріндірмесін, әзиз әжелердің, аяулы ағалардың жолын берсін.
башка ватан сені бір аллаға танымайтын болашақ биіктерге тек иманмен ғана жетіп өтетін әлесіз бара ғой сен менің